Бәріңізге сәлем, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Соған орай бүгін жаңа жылдық торт жасаймыз. Ол үшін бірінші жұмыртқаға шекерді аздап қосып, аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Сосын ұнға қамыр қопсытқышты қосып, електен өткізіп, жұмыртқалы массамызға саламыз. Аз-аздан қосып, миксермен араластырамыз. Қамырымыз дайын. Мен 24 сантиметрлік кольцода пісіремін. 170 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Піскен соң барынша суығанын күтеміз. Содан кейін ғана кольцодан шетін пышақпен кесіп босатып аламыз. Бисквитіміздің биіктігі 6 сантиметр болды. Оны 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Енді кремін жасаймыз. Салқын сливкиді аздап миксерлеп, қант ұнтағы мен творожный сыр қосып, қою крем болғанша миксерлейміз. Креміміз дайын. Енді бірінші бисквитімізді орналастырып крем жағамыз. Кондитер қапшығына салып құйсаңыздар да болады. Осылай қалған бисквиттерімізді қойып, крем жағып тортымызды жинаймыз. Әзірге осы күйінде тоңазытқышқа сала тұрамыз. Қалған кремімізді 3 бөлікке бөліп, бір бөлігіне шай қасықтың ұшымен құрғақ жасыл түсті бояғыш қосамыз, тағы біреуіне қызғылт түсті бояғыш қосып араластырамыз. Енді тортымызды кольцодан босатып алып, бетін және жанын креммен тегістейміз. Сосын жанына таяқшамен 3 бұрыш етіп сызып шығамыз. Жасыл түсті кремімізді видеода көрсеткенімде құямыз. Қалаған насаткаларыңызды қолдансаңыздар болады. Сосын жеміспен әрлейтін жерін белгілеп алып, қызғылт кремімізді жиектеріне гүл тәрізді насаткамен құямыз. Бос тұратын жағына арасына ақ кремді де қолданып түрлендірсеңіздер болады. Әзірге тағы тоңазытқышқа қоя тұрамыз. 2021 деген санды қағазбен шығарып алдым. Вафлидің бетіне осы санды қойып, пышақпен кесіп аламыз. Астына таяқшаларды тығып, шоколад пен сливкиді ертіп алып, сандарымызды батырып, бетіне осындай конфеткаларды себеміз. Тоңазытқышқа кепкенше қоямыз. Енді жемістермен әрлейміз. Мен мандарин мен анарды қолдандым. Сандарымыздың шоколады кепкен соң торттың бетіне орналастырамыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырамыз. Жаңа жылдық тортымыз дайын, дәмі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.